Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің есімім Дәуірхан Жасұлан Асқарұлы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сабағымыздың тақырыбы жазушы Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасын қорытындылауға арналған тапсырмалар. Жазушы жайында тағы да тоқтала кетейік. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 2 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында дүниеге келген. Жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның халық жазушысы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, алдарыңызда 5 адамның суреті тұр. Яғни бұлар Голошокинге хат жазған Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Емберген Алтынбеков, Мұқаш Дәулетқалиев, Қадыр Қуанышев. Сабақтың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау, шығарманың тарихы және көркемдік құндылығын анықтап бағалау. Бірінші тапсырма. Бесеудің хаты драмасындағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметіне талдау жасап, драманың көркемдік құндылығын анықтаңыз. Екінші жағдаяттық тапсырма. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде төрттілік маңызды рөлге ие болған. Голошокиннің билікке келуі қазақ халқын малдан айырды. Малынан айырылған қазақ халқы ашаршылыққа ұшырады. 1928 жыл мен 1933 жылдар аралығында мал саны мен халық саны әжептәуір өзгеріске ұшырады. Шығарманың тарихы мен құндылығына баға беріңіз. Ашаршылықтан, эпидемиядан және де басқа да себеп салдардан халықтың 40% қырылды. 1930 жылы аштықтан 313 мың, ал 1931 жылы аштықтан 755 мың адам қайтыс болды. 1932 жылы қайтыс болғандар саны мен көшіп кеткендер саны 769 мыңды құрады. 1931-33 жылдары арасында республиканың 6,2 миллион адамының 2,1 миллионы толықтай қайтыс болды. Оның ішінде тұрғылықты емес халықтың саны 0,14 миллионды құрады. Қуғын-сүргін мен ашаршылық халықтың жаппай көшуіне әкеліп соқты. Республикадан тыс жерлерде 1 миллионнан астам қазақ көшіп кетті. Оның 616 мыңы елге қайтса, 414 мыңы сол күйі Қазақстанға оралған жоқ. 1933 жылдың 1 қаңтарында республикада бар болғаны 4,5 миллион ғана мал басы болса, ал ұжымдастырудың алдында 40,5 миллион мал болатын. Рефлексияда 3Q әдісі бойынша жауап беріңіз. Бірінші, сізге не қиын болды? Екінші, не қызық болды? Үшінші, не қажет болды? Назарларыңызға рахмет.